Сәлем баршаңызға, мен атым Алмас Алтай. Өткен аптада біз Серікжан деген суылдақ туралы видео түсіргенбіз. Ютубтағы пікірлерді көріп шок болдым. Анадай ақымаққа сенетін қазақ сонша көп деп ойламаппын. Мен сіздерге ашып айтам, көздеріңізді ашып айтам, сеніп отырған Серікжандарың нағыз сұмырай, Қытайдың агенті. Мен жындымын ба? Жоқ, мен сау бүкіл қазақ жынды ма? Атажұрт деген қозғалыс құрып, арандатумен және ұлтаралық араздықты қоздырумен айналысқан бұл теке қазір ақшта бақылдап жүр. Қалған қазақ қырсықтысың, лайық баспайтын. Саусағыңды күбірткі жесін. Ойыңнан алып таста қазақ, көзіңді аш. Серікжан қазаққа дос емес. Ешқашан дос та болмаған. Ол нағыз сұмырайдың өзі, нағыз сатқын. Қазір Қытайда осы сатқынның видеоларын таратқан үшін, жазбаларына пікір жазған үшін 25-тен астам этникалық қазақ 12 жылдан 20 жылға дейін жазалып түрмеде отыр. Ал Қазақстанда атажұрттың 19 белсендісінің соты болып жатыр. Міне Серікжанның соңына ергеннің ақыры осы. Өзі топ бастап теке болды да, артына ергендерді сотқа тастап, отқа тастап, ақшқа тайып тұрды. Қалаулай, қаулайлым, қаулайлым. Сатқынға адам сату деген ештеңе емес. Серікжанды Қытайдан бері білетін достарым, бұл сұмырайдың Қытай коммунистік партиясының белсенді мүшесі болған, бастауыш партия ұйымын басқарғанды айтады. Сондағы міндеті достары мен жолдастары, жұмыстастары туралы ақпарат жинау, арыз жазу, яғни үкіметке сенімсіз адамдарды табу болған. Яғни сатқындық үшін партиядан айлық алып отырған, айлық. Масқараларымды шығарам. Соңыз достарым үшін егіреп кетесіңдер. Онымен бірге оқыған адамдар бұл сатқынның қазаққа мүлде қатысы жоғын, оның Дунган екенін айтады. Айтпақшы, бізде 2000 жылдарда түсірілген фото бар. Мынау Серікжан сатқынның сатқындықпен айналысып жүрген кезі. Сатқын Серікжанның әр сөзі өтірік. Өзі айтып жүрген өмір баянында Қытайдан қуылғаны да, мынау Википедияға жазып қойғанның бәрі өтірік. Міне жерге көлчік бассейн сап жатырмын, міне мал тағып жатырмын. Қытай Серікжан сияқты суайт сатқын иттерді атып тастайды. Жемқорлықты Қытайда кешірмейді. Және бүкіл туған туысқандарын мемлекеттік қызметтен қуып, талқанын шығарады. Қараңыз, суайт Серікжанның туған апасы Бәтима Біляш деген кісі Алтай аймағында тұрады қазір. Білім беру саласында жұмыс істейді, партия мектебінде оқытушы. Пожалуйста. Міне сізге суайттығына дәлел керек болса. Оның үсте 2019 жылы Азаттық радиосына сұхбат берген Сыртқы істер министрлігінің өкілі суайт Серікжанның Қытайда қуғындалғанын да жоққа шығарды. Суайттықтың екінші дәлелі дейді бұны. Бұл сатқынның бүкіл қызметі Қазақстандағы қандастарды бақылау және олар туралы әр ақпаратты Қытайдың қоғамдық қауіпсіздік министрлігіне баяндап отыру. Серікжан Біляш өз отбасын Еуропадан Америкаға құтқарып келе алмаған, өз отбасын құтқарамаған Серікжан қазақты құтқара ма? Тіпті сол суайттың Қазақстан арқылы ақшқа қашуы да алдын ала ойластырылған нәрсе болуы мүмкін. Kept in China, living in China, and through this Kazakhs, they went to rule. Қытай өзінің құлақкесті құлына ақшқа әдейі жіберіп қойған болса да, оған таңғалмайсың. Қараңыз, мынау Тайваньның паспорты. Бұл Серікжан суайтта қайдан жүр? Яғни Тайваньға кіріп, сол жақтан ақпарат жинап шықты деген сөз. Суайт сатқын Серікжанға мүлде сенім жоқ. Ютубтағы мына видеоның астына неше түрлі пікір жазып, боттарына шабуыл жасатып жатыр. Бұл сұмырайдан қандай жақсылық көріп отырғандарын түсінбеймін, қазағым-ау. Ең сорақысын айтайын ба? Сатқын Серікжан мен Әбіләзовтың жем жейтін астауы бір болуы мүмкін. Өйткені Әбіләзовты қолдап пікір жазатындар мен менің сатқын Серікжан туралы видеома пікір жазғандар бірдей боттар. Мін, мәселе қайда жатыр? Ой, бәлі, шығатын жағы аяқпын. Қысқасы, қазағым, көзіңді аш. Қазақты ұшпаққа шығаратын сатқын Серікжан мен таз мұхтар емес. Олардың ойы елді іріту, халықты шіріту, арандату, сату. Қазақстаннан береке кетіру. Нағыз шындық осы.